Әйелім толғатып атыр. Өмірім мұндай көрмеген. Құдайға шүкір 9 балашаға бар. Мынау 10-шы. 9-ында мен жоқта жұмыста жүргенде босанған ғой. Мынаны мен үйде жүргенде босанайын деп атыр. Бір түрлі әкелік сезім бірінші рет оянайын деп тұрған сияқты ма? Жедел жәрдемге хабарлас. Сөйте ма не? Болды. Шыдашы еді шамал. Қанша? 103. Болды. Өмір мұндай көрмеген. Қазір шыдашта. Хабарласып атырмын. 9 балашаға. Құдай қаласа 10-шы. Хабарласып атырмын. Özülüp gitti mi? 103, 103. Özülüp gitti bilmeyeyim. Kayta özülüp gelip atırgan ne şey? Tosun 103 mü? Неменеге шырылдай береді? Адам өз сканворд шеше алмай жатса. Так, Қазақстанда табиғаты ең керемет жер. О, Алматы. Шымкент. Так, адам науқастанғанда хабарласатын орын. О, жедел жәрдем. Не болды? Неге алмайсыздар телефонды? Сканворд шешіп жатырым. Телефон бейшара шырылдап атыр. Шырылдаған телефонның ар жағында шырылдаған халық бар ғой. Неге алмайсыздар? Біреудің іш ауырып жатқан шығар, біреудің тіс ауырып жатқан шығар. Неге алмайсыздар? Телефон шырылдап атыр. Көстеп, қарап, отыра бересіңдер мен дөстіп. Неге алмайсыңдар? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Анау жүр екі дүниенің ортасында, ей өлемесе тіремес хайуан. Екі күн ноштамаған, ұйықтамаған ғой. Ноштамаса үйіне бар ұйықтасын не? Телефон бейшара шырылдап атыр. Шырылдаған телефонның ар жағында шырылдаған халық бар ғой. Жедел жәрдем болғасын, жедел алмайсыңдар ма? Кабинетінде отырып естіп атырмын. Не деген адам е? Деді. Алло? Деді. Жедел жәрдем бекен? Деді. Алло дейм? Деді. Жедел жәрдем бекен дейм? Деді, айта берсеші, не болды? Не айтайын? Не ғой? Әйелім толғатып атыр. Да ты чё? Я? О, құтты болсын. Сәл қоя тұрыңызшы. Алло? Әйелім толғатып атыр деп бейшара шырылдап атыр. Шырылдаған телефонның ар жағында шырылдаған халық бар ғой. Жедел жәрдем болғасын алмайсыңдар ма? Әйелім толғатып атыр деп қайта. Не деген адам е? Деді. Алло? Деді. Точно жедел жәрдем ба? Деді. Жаңамен ғой хабарласқан. Танып атырмын. Қалайсыздар, үй жаман? Жақсы. Ауылдастар ма? Аман есен, я? Үйдесіздер ма? Неменеге әңгіме айтып кеттіңіз бе? Сізге хабарласып тұрмын ғой. Не ма? Не болды? Әйелім толғатып атыр деймін. Құтты болсын. Барайық па, өздеріңіз келесіздер ма? Барайық па не? Барайық па, осы жедел жәрдем емеспін ба сен? Барамыз ғой. Адрес какой? Адрес Тәуке хан 5-6. Қалай? Тәуке хан 5-6. Хан Тәуке, да? Қаяқты хан Тәукесі, Тәуке хан деймін. Біз үйдің ат жағымен барамыз ғой, хан Тәуке болады ғой. Ат жағымен адасып кетесің, алдымен келдім. Тәуке хан 5-6 деймін. Ой, тауып барсақ болды ғой, хан Тәуке ғой, үйдің ат жағымен барамыз ғой. Кеңдес. Болды барамыз ғой. Так, атыңыз кім? Кеңдесін жаза бересіңдер, кеңдершен тестес. Ағай, біз порталға тіркейміз ғой, через портал барамыз ғой. Ой, кеңдесін жаза бересіңдер. Аты жөніңізді айтыңыз, через портал барамыз. Мәдуани. Қандай Ивани? Мәдуани. Паспортта қалай жазылды? Мадуани ма? Мәдуани ма? Документте де ма? Документте, иә? Мадуани. Болды. Мадуани. Микки Маус дегенде Мадуани. Қалай? Микки Маус дегенде Мадуани. Микки Маус Мадуани жаздым. Микки Маус деп жазба!
Болды ғой енді. Мадуани деп жазсай. Документте қалай жазылды, солай айтсаңшы, мен порталға тіркеймін. Через портал арқылы барамыз, өлсеңіз өліп кетіңіз. Мадуани. Соны айтсаңшы енді. Не деген адам мен? Паспорт бойынша айтсаңшы. Там Мадуани, да? Я. Отчество какой? Оралбекович. Қалай? Оралбекович. Урал ма? Ей, о, томалақ, о! Ой, бірмай, оппана дегенде, о! Айқайламасаңшы енді, аты жөніңізді документ бойынша айтсаңшы, мен тіркеймін порталға. Ей, о, қой томалақ. Мен соны айтсаңшы, айқайлай бермесеңші енді. Так, қалай? Оралбекович. Оралбек. Вич. Қойыңшы, сөйтіп ауырып отырсыз ба не? Отчеством Оралбекович деймін саған. Сөйтіп қосмайсаңшы, жап-жаман нәрсені айтпайды, қайда білен айтпайды. Так, қалай? Оралбекович, да? Вич. Фамилия какой? Кенебайып. Қалай? Ей, Кенебайып, Кене дегенде, Кенебайып. Так, Кене, мектесінек бола ма? Сіз мен мазақ тұрсыз ба? Кенебайып, кәдімгі Кенебайып. Кенебаев. Так, Кенебаев, құдай қаласа 1,5 сағатта кіріп барамыз. 1,5 сағат? Сендер қандай адамсыңдар, бағана бір телефон шалбадым, көтермейсіңдер, недегі адамсыңдар, әйелім қиналып отыр, мен деген алып кеттім, недегі адамсыңдар, жедімдегі аттарың бар, недегі адамсыңдар, қандай адамсыңдар, келмейсіңдер ме, ей! Апай деме, мен ағаймын. Ағай, сабыр сақтасаңызшы енді. Сіз қиналған сайын әйеліңізді қинала береді, қиналмасаңызшы енді. Барамыз ғой, дос, бармаймыз, қала шетте тұрасыздар ғой, барамыз ғой енді. Не деген адамсыздар енді, барамыз ғой. Жарты сағатта келмесеңдер сотқа берем. Не дейді? Сотқа. Онда бармайым. Не дейді? Сотқа барамыз? Неме барамыз ғой? Ойнап айтам, Барамыз ғой енді, сабыр сақтасаңызшы енді, барамыз ғой, бармаймыз ғой. Қаланың шетте тұрасыз, пробка ғой қала. Кеңдес, мақыл. Барамыз ғой. Не деген адамдар? Барамыз ба? Бармай не істейсің? Барамыз ғой деңіз? Ең биік тауды айтып жіберіңізші. Биік тау? Иә. Қазір. Деді. Да. Ау. Шықтыңдар ма? Мені көшедеміз. Өтірік айтпаса орында отырсың, мен звондап тұрмын ғой саған. Мені жолдамыз, әр жүр. Төзгөндірші. Байлансайсың түсірді. Сен үйіңе кетші. Үйіңе кетші бар, ұйықташ бар. Ношта болса үйіңе барып ұйықта. Түк пайдан жоқ бар. Кетпеймін. Немене кетпейсің? Гиппократқа ант бергем. Ой, сен Гиппократ танисың ба сен? Танимын. Кім ол? Жездем. Құрай? Жарымыз. Жездемді. Қанды, скоройдың шофері қайда? Скоройдың шофері қайда? Болды, шампион. Шақырсай скоройдың шоферін. Дядя Валера. Жедел бармайсыңдар ма? Бейшара халық қиналып жатыр. Жедел жәрдем болсын, жедел барыңдар. Біреудің іші ауырады, біреудің тісі ауырады. Не деген адамсыңдар? Мен әкеліп тұрдың сияқты. Аспай бәрін. Бір тойда жүрген адамсың. Дядя Валера. Вызывали, шеф? Конечно, на вызов. Когда? Тойға? Свадьбеге. Бастык. Бензин жоқ. Бензин жоқ? Иә. Вчера сен талон где? Сен служебный машинаңызға құйдың ғой? Онда сіздің машинаңызбен барайық та? Валераның машинасымен барғанда авторитетпен баратын ек та, уэн. Барайық, Бармай не істесің? Мен әкеліп тірлігім ба? Давай потерпите, пожалуйста. Шофердің орыс болғанда бәле болды, ұрсамайсың орысшылып. Тілің жетпейді. Мен әкеліп тірлігім сияқты. Бармайсыңдар ма, жедел жәрдем болған ек. Басаки, қазақша айта беріңіз, түсінемін. Қарағанда дәрістіге адамды арығына. Ұрсамайсың ғой мен сағырет түсінсіге. Босая, мен әкеліп тірлігім ай. Жедел жәрдем болды, жедел бармайсыңдар ма, бейшара халық шырылдап жатыр. Аспай жүресіңдер. Бармайсыңдар ма? Оны тұрып бәрін бітіріп тұрар ғой. Не деген адам жедел жәрдем, жедел барыңдар. Ойбай, мыналар қандай адам, 2 сағат болды ғой, әлі жоқ қой. Ой, біздің әйелді оңбайды ғой. Мен жұмысқа кеткенде босансаң қайтеді, ей? Кетем ғой ертең жұмысқа. Не деген адам да әбіш. Ремонтты қатырыпсыздар, Ал, үйдің ремонтын қатырыпсыздар деймді. Иә. Евро ремонт па? Иә. О, молодец, қатырыпты. Иә. Кім істеді? Қайным. Телефон бар ма? Бар ма? Әдемі евро ремонт жасапсыздар, әдемі істеп, ат жағын бар істеп. Иә. Мощный, Сіз үй көруге келдіңізден не үшін келдіңіз? Құтты болсын, құдай қаласа. Мен ғой хабарласқан. Мадуани Оралбекович Кенебаев. Мадуани, құдай қаласа.
Әйеліңіз, жұбайыңыз. Әйелім толғатып жатыр. Құдай қаласа. Нема қанша ай бұрын болды? Немене қанша ай бұрын болды? Жаңа Сіздің сөздеріңіз қызық екен. 9 ай, 9 күн, 9 сағат, 9 минут, 9 секунд болды. Ай күні жетіп босанайын деп отыр. Құдай қаласа деңіз. Құдай қаласа деңіз. Ертеңге дейін шыдаймайды, Не айтып тұрсыз? Шыдаймайды да? Так. Құдай қаласа. Так. Әйеліңіз, жұбайыңыз, Иә. Қайда жұбайыңыз? Спальныйда. Мен оны сөйеққа барайын. Қайқа? Әйелің? Менің әйелім ғой. Мен саған менің әйелім дедім. Жоқ, сіз түсінбей қалдыңыз. Мен ауырып тұрған жоқпын. Келіншегім толғатып жатыр дедім ғой сіздерге. Жедел жәрдем дедіңдер ма? Иә. Жедел кеп тұрмын ғой, енді жәрдемді көрсетпеймін бе? Жоқ, араларыңызда әйел адам жоқ па? Неменеге топырлаған еркекте жетіп келдіңдер, Тоба, біздің ең мықты врачымыз ғой бұл кісі. Мен ғой Алматыда ең қолы жеңіл врач. Мен ғой. Бүгін ношта сменде мен ғой. Не істеймін? Сіздер мен түсінбей. Аға детский бөлмелеріңіз қай жерде? Ар жақта? Ұйықтап алайыншы. Жатып алсыншы, кеше ношта болған. Бәрі мен ғой врач, ол мен ғой қарайтын. Жоқ, сіз мен түсінбей қалдыңыз. Келіншегім толғатып жатыр дедім. Иә, келіншегің толғатып жатыр. Жедел жәрдем дедіңдер ме? Жедел кеп тұрмын. Енді көмегім көрсетпеймін ба енді? Ананың жағдайы қандай, баланың жағдайы қандай, состояниесі қандай, давлениесі тексермеймін мен. Оның бәрін қаяқтан білесіз? Мынау қандай адам мен? Осыны оқуын бітірдім ғой мен. Неменеге бұны оқыдыңдар, басқа оқымай, терапевт, хирург деген оқулар жетіп жатыр ғой, неменеге оқыдыңдар бұны? Тоба, мен кірейші онда. Неменеге сен кіресің, сен тұрын жаманеке, бар женеға, кел женеға. Адам өзіне қарамайды екен, о? Мынау өз тошыны доғдыр ма? Доғдыр. Анау мал соятын қасап сияқты ғой мынаның түрі. Соям мен. Жоқ, сіз бізді әңгімелесіп шақырдыңыз ба? Жоқ. Енді не дейсің, көкем-ау? Жедел кеп тұр, мен жәрдем көрсетпеймін ба? Ананың жағдайы қандай, баланың жағдайы қандай, көрмеймін ба енді? Ұялмайсыз ба не сонда? Мынау қандай адам мен? Ең ұзын өзенді айтып жіберіңізші. Не дейді? Ұзын өзен. Арыс. Анау не істеп жатыр еді? Скамбурд шешіп отыр. Сіз мені шақырдыңыз ба? Иә, шақырдым ғой. Енді көрмеймін ба? Ананың жағдайы қандай, баланың жағдайы қандай, адамнан адам шығу оңай ма? Көрейін де енді жағдайын көрейін. Жай сөйлеңіздерші. Болды. Жай сөйлесе ұйықтап жатқанда ояттым ғой. Гостиницада жүр ма, не істеп жүр оғы? Сен ұйықтап жатсаң бір оятса жақсы ма? Жай сөйлесе енді. Жоқ, не ғой аға, бетіңізші, бер жақта тұрып айтып тұрыңызшы, менің келіншегім өзі босанады. Мынау қандай адам е? Онда жаңа телефон бересем ба, трубканы айтатыным ғой. Күшен бе. Жоқ, не ғой? Не? Жоқ, адам жаман шаршатып жүр. Онда біз кете берейік. Қақа кетесіз? Қиналып жатыр ғой келіншегім, мен де қиналып жатыр ғой. Мен көрейін де енді ананың жағдайы қандай, баланың жағдайы көрмеймін мен. Не ғой? Сіздің түріңіз ғана докторға ұқсайды екен. Сен ақ тұр женеқа. Не? Шашылып пісіретін грузиндер сияқты екен анам түрі. Айтсаңызшы. Мұрдың тарап алмайсың ба? Пушкиннің шаш тұтпай. Не ғой? Сіз ғана кіріп шығыңызшы. Мен не істеймін? Иә. Қан қысымын тексермеймін мен. Соны ғана тексеріңіз. Неге тексеремін? Болды. Мынау қандай адам е? Көрейін де. Тоқта. Абайлаңыз. Көрейін ба? Иә. Құтты болсын. Алматыға бір адам болсын. Бау беріп болсын. Көрдің ба? Көрдің ба? Менің не топ қолым жеңіл, аяғым да жеңіл ғой мен. Әптен анандай көрген белесің ғой деймін да. Надан жібердің? Иә. Так, онда былай қылайық. Құтты болсын, бау беріп болсын. Біз ананы, баланы роддомға алып кетейік. Ей, болды еді, қайта беріңдер, босанып қойды ғой өзі. Саған қорадағы мал мол, қойма саған. Ананың жағдайы қандай, адамнан адам шығу оңай ма? Ананың жағдайы қандай, баланың салмағы қанша, өлшейміз ғой. Мен со баланың салмағынан жейт деп тұрсың ба мен со? Тоба. Дұрысын айтамын мен. Мен басыммен жауап беремін, алып кетемін. Мені жауап беремін. Алып кетемін.